Махаббат ертегісі 10-шы бөлім. Бүгінгі эпизод өте қызықты болады. Бұл кемпір Махирдің анасын үйінде тығып ұрлап әкетті. Махирді өзіне үйіне келтіру үшін. Және бұл кемпірге енді сенің балаң менің балам дейді. Ал мұнда Махир Жаңпес аға, екеуміз тоя тамақтанып алайық. Қазір біз барған жерден тамақ іше алмай қалуымыз мүмкін дейді. Неге, не үшін деген секілді сұрақтар қойып жатыр. Ол жерден қандай атмосфера болатынында әзірге білмейтін айтты. Ал Махирдің атасы Асап мырзаның үйінде осындай дастарханға дайындық жасалып жатыр. Барлығы Махирдің келе жатқанын естіп қуанып жатыр. Әсіресе Сланың әкесі және әпкесі. Қазір Махир келеді дейді. Құтты бір келе сала Махир осы Слаға үйленіп кететіндей. Ал мұнда кемпір енді сенің қарауылы боласың дейді Слаға. Енді біз саған тегіңде береміз деп. Ал әйелдің Махирдің анасы келген естіген әпкесі жынданып жатыр. Ол қатын бұл үйде тұрмау керек. Неге ол кіргіздіңдер дейді. Осы кезде Махирдің келгенін үй қызметшісі айтады. Махир келді, қонақ келді дейді. Содан кейін барлығы жиналып төменге түседі. Есікті қызметші ашып, қош келдіңіз мырзам, сізді күтіп отыр дейді. Осы кезде Махир керемет жүріспен келе жатыр. Барлығы Махирді қарсы алуға дайын тұр. Тіпті Махирдің қалыңдығымен келе жатқан ешкім білмейді. Көрген кезде кемпір жоқ болады. Кемпір де, Асап та, тіпті Сланың әкесі де қарайды. Бұл қыз кім дейді. Бұл қыз менің үйленейін деп жүрген әйелім, яғни қалыңдығым дейді. Барлығы шок. Тіпті кемпір есін танып құлайды. Махирдің сөзін естігеннен кейін Сланың әкесі жынданады. Бұл қай мазақтарың, бізді соншама мазақ етіп қор қылдыңдар, не істедіңдер дейді. Ал Махир анасына жүгіріп, анашым қайдасың дейді. Анашым сыртынан құлттап қойған белгілі, өйткені ауру анасы шығып кете береді. Махир мені құтқар, мен тозақтамын деп мамасы да жылап жатыр. Осы кезде есікті сындырып кіріп, құшақтап, мен сенің қасыңдамын, мен саған келдім дейді. Ал жылап жатқан мамасы Жаңпесаны көріп, перінің қызы, сен мұндасың ба деп қуанып кетеді. Осыдан кейін кемпір мұнда әлі де есінен танып жатыр. Махир ашуланып барады. Сендер не істедіңдер? Менің анамды не үшін қамап қойдыңдар? Соншалықты адам ұрлайтындар, сендер қандай адамсыңдар, қандай әулетсіңдер, айқайлайды. Махирдің атасы бәрінен шектеу қойып жатыр. Ал мұнда пері қызы деп аталатын Жаңпеса Махирдің анасы екеуі жақсы достасып, оның басына өткендерін айтып жатыр. Осылай екеуі мәз болып, тіпті қалжыңға айналдырып жатыр. Ал Махирді атасы мен әжесі өздерінің бөлмелерін шақырып алып, қолымнан сүй, мен сенің әжеңмін дейді. Сол кезде Махир, білем, сен әкем үнемі ойынан кетпейді, сен әкем үнемі сағынатын деп атасы мен әжесіне өте әсерлі, жүректен орын алатындай сөздерді айтып жылап қалады. Соңында Махир, маған көмектесем деп едіңіздер ғой, маған енді көмектеріңіз керек. Мен жұмыстан шеттетілдім және анама еміне ақша керек, және мен өзімнің құрбы қызымды осы жерге әкелдім. Есікті күшпен ашқан Сәлім Жаңпесаның үйіне кіреді. Киуана деп кіреді. Сонда Жаңпесаның әжесі, сен бұл үйдің иті болуға да, күйеу баласы емес, иті болуға да жарамайсың дейді. Ашуланып кеткен Сәлім ол кемпірдің қасына отырып алып, тез арада Жаңпеса қайда дейді. Жалғасы бар.